Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бұл видеода сіздерге қолтық астындағы жағымсыз иістен арылудың ең үздік 4 әдісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Тердің пайда болуы ағзадағы табиғи процесс. Оның көмегімен дененің терморегуляциясы жүзеге асырылады. Артық сұйықтық, токсиндер жойылады. Бірақ ол басқаларды сізден алшақтататын жағымсыз иіспен бірге жүреді. Ыңғайсыз жағдайға тап болмас үшін қолтық астындағы тердің иісінен қалай арылуға болатынын айтамын. Табиғи емдеу әдістеріне шолу. Дәріханаларда сатылатын дәрілердің көпшілігінде көптеген қарсы көрсеткіштер бар. Сондықтан оларды жүйелі пайдалану жиі мүмкін емес. Сондықтан қолтық астындағы терден мәңгілікке құтылу қол астыңыздағы құралдардың көмегімен де мүмкін. Денсаулыққа зиян келтірместен қолтық терден бір жола құтылу туралы бірнеше кеңестер беремін. Бірінші әдіс. 1 шай қасық мөлшерінде ас содасы. Қайнаған су құйып, 1-2 тамшы мөлшерінде эфир майымен біріктіріңіз. Бұл қоспаны күніне 3 рет құрғақ қолтықты ысқылауға жарайды. Екінші әдіс. Сутегі асқын тотығы. Тер ішінде қолданылады. Бұл 5 мл сұйықтықты 1 стакан суда еріту керек. Мақта тампонын сұйықтыққа малып, қолтық астын сүртіңіз. Бұл құрал дәрі сияқты қолтық астындағы тердің иісін кетіруге көмектеседі. Пероксид бактерияларды жеңіп қана қоймайды, сонымен қатар теріні тиімді құрғатады және терлеуді азайтады. Үшінші әдіс. Алма сірке суы да көмектеседі. 1 литр су үшін 3 ас қасық мөлшерінде сірке суын алу керек. Душ қабылдағаннан кейін бұл қоспамен қолтық астын сүртуге болады. Міндетті түрде денені құрғату керек. Оған дейін киім кимеген дұрыс. Сірке суының иісін жою үшін эфир майын қолдануға болады. Төртінші әдіс. Лимон қышқылы. Ол тер иісін тудыратын бактериялардың жойылуын қамтамасыз етеді. Олар аллергия болмаған жағдайда қолданылады. 1 тілім лимонның көмегімен қолтық аймағын сүртіңіз. Әсерді күшейту үшін ас содасы мен лимон қышқылын бірге пайдаланады. Құрғақ қолтық аймағына иіс толығымен жойылғанша жағылады. Лимон иісті кетіріп қана қоймай, теріні ағартады. Терлі мен жағымсыз иістің алдын алу үшін күніне 2 рет душ қабылдауға тырысыңыз. Әрқашан, әсіресе ыстық мезгілде жақсы дем алатын табиғи матадан жасалған киімдерді таңдауға тырысыңыз. Ауа райына сәйкес киінуге тырысыңыз. Диетадан ащы, иісті тағамдарды алып тастаңыз. Пияз, сарымсақ, чили бұрышы, алкогольдік сусындар. Жағымсыз иісті бейтараптандыру үшін кәдімгі қансыз суды көбірек ішу ұсынылады. Өйткені ол ағзадан зиянды заттарды жақсы кетіреді. Дұрыс тамақтануды ұстануға тырысыңыз. Өйткені тәтті және майлы тағамдар май бездерінің жұмысына теріс әсер етеді. Көбінесе шамадан тыс терлеуге әкеледі. Дүкенде сатып алынған немесе үйде жасалған дезодорантты үнемі қолданыңыз. Достар, видео сіздер үшін пайдалы болған болса, каналыма жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.